Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, арнама қош келдіңіздер. Бізге ең алдымен таза ыдысымызға жылы суымызды құямыз. 2 ас қасық қант саламыз. 1 шай қасық тұз және 1 жұмыртқа. 8 грамм ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Достар, видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қойды, ұмытпаңыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізуді ұмытпаңыздар. Жақсылап қолымызбен қамыр дайындаймыз. Барлық қажетті ингредиенттерді төменгі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Арасында ұн сеуіп отырамыз. Жақсылап қолымызбен қамыр елеп аламыз. Енді бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз және қолымызбен 3-4 минутта жақсылап елейміз. Елеп болғаннан кейін бетін пищевой пленкамен орап 15-20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей 20 минут өтті. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді қамырмен жұмыс жасауды бастаймыз. Үстелдің үстіне қолымызбен 1-2 басып жібереміз, яғни үстіне ұн сеуіп отырып, 4 бұрышты етіп, қамырды жаямыз. Дәл осы видеодағыдай 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Арасында ұн сеуіп отыруды ұмытпаңыздар. Жайып болдық. Енді дәл осылай кесіп шығатын боламыз. Енді дәл осы видеодағыдай круассан секілді орап шығатын боламыз. Барлығын орап болғаннан кейін бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз сәл көтерілді. Енді майды жақсылап қыздырып аламыз да, круассандарымызды салып, орташа отта жақсылап екі жағы қыздырғанша пісіріп алатын боламыз. Қып-қызыл әдемі болып піскен круассандарымызды майдан сүзіп аламыз да, тәрелкеге міндетті түрде салфетканы қойып қойыңыздар. Салфетканың үстіне, яғни майы сіңіп тұратын болады. Қалған круассандарымызды да орташа отта қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз.
Мінекей достар, біздің круассандарымыз пісіп дайын болды. Өте жұмсақ, әдемі болып пісіп шықты. Бұл рецептен 8-9 дана круассанда шықты. Егер де көптеп жасайтын болсаңыздар, құрамын 2 есеге көбейтіп жасасаңыздар болады. Достар, дәл осы рецептпен мен жасағандай етіп сіздер де жасап дайындап көрсеңіздер болады. Балаларға бірден ұнайтынына сенімдімін. Қалдырмай сізге рахметін айтып, жеп қоятынына сенімдімін. Өзімнің де балаларыма өте қатты ұнаған болатын. Арнамда сіздерге ұнайтын, оңай, тез жасалатын, сәтті шығатын рецепттермен үнемі бөлісіп отыратын боламын. Сіздерге видеом ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыз. Уақытыңызды бөліп, видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Баршаңызға ас болсын.